Короче, свалкаға да келіп қалдық. Енді біз осы жерден машина іздейтін боламыз. Бүгінгі видеода тек қана осындай бізде аптасына суббота воскресенье күндері осы свалкаға жаңадан көліктер келеді менің білуім бойынша. Так что енді сол жерден біз қазір көліктерді іздейтін боламыз. Если нормальный көліктер тауып жатсақ, достар, біздер соны алып тюнинг жасап, в общем деген дәріс қылып шығаратын боламыз. Деген так, біздің алдымызда бірінші тұрған көлік ол мынандай бір түрлі көлік екен. Енді бұл да бір зомби апокалипсиске ма сондай бір жерге жақсы сияқты. Енді бұл көлік деген так бізде келесі көлік. Так мынау немене ойлап кеткен, іштеріне кіріп кеткен ба әйтеуір деген. Так мына жақта біздер бір көлік көріп тұрмыз, базар жоқ. Мына что-то квадроцикл ма мотоцикл ма сондай бір нәрсе сияқты ғой. Достар, бұл свалка деген мынандай ғой. Деген бар емес па, аптасына бір рет осы Америкадағы жүрмейтін онша емес кейбіреулер жүреді, байдың көліктері болады ғой, енді керек емес көліктері, солар тастай жүреді. Біз соны келіп алып кететін боламыз. Достар, қараңдар, ойбай, мәссаған мына жақта жоқ бак болып қалды. Достар, кешіріңдер, мынандай бір көлік жатыр екен. Бізге бұндай кәдімгі простой көліктер керек емес, достар. Біздерге деген бір ойбай мәссаған мықты көліктер керек. Достар, айтқан кезде бар емес па, іздеп табуымыз керек. Біз сондай көліктерді деген ойбай достар, былай қарай шығып кетейін деген. Так мына жерде бір чоза көліктер, біз бір масылға ма бір нәрсе тұрған сияқты, достар. Так енді былай қарай секіретін боламыз, достар. Так бізде келесі көлігіміздің алдыңғы лобовой сынған екен. Мынандай тоже бір масыл кар, достар. Алдымызда бір фургон ба бір нәрсе тұр. Так мына жақтан не тұр? Ойбай, мына жерде бір Range Rover ма бір нәрсе аударылып қалған, достар. Көрдіңдер ма? Осылай тастап кете береді. Жүрмейтін көліктерді біздерде деген қазір если что бір көлік ұнап жатса, мына жерден краннан алып кететін боламыз ғой. Біздер деген кеттік. Ал олай болса мына жаққа өте көп контейнерлер түсірген екен. Контейнердің ішінде де біздер көліктер тауып қалуымыз мүмкін. Қымбат көліктер көріп қалсақ, достар, біздерге зор болады. Ремонт істеп өзіміз айдаймыз. Мәссаған, достар, мына жақта көліктер өте көп екен. Мәссаған, қарандар деген. Мына жақта Range Rover ғой, достар, мынау деген қарандаршы. Достар, мынау Range Rover ғой, мәссаған, көріп тұрсыңдар ма? Дерскі Range Rover'лер тұр мына жерде деген. Опа, мынау чоза машиналар тұр, достар. Мынаның бәрі пайда жүреді бар емес па? Мәссаған, еба, достар, қарандар, Chevrolet Camaro тауып алдым мен деген. База жоқ. Қарандар, ё-моё, Chevrolet Camaro тауып алдым. Айдап көретін боламыз біздер деген. Мәссаған, мынау жүріп тұр ғой, достар, қарандар. Базар жоқ. Наны деген свалкаға келіп тастаған ба, достар? Ё-моё деген. Так енді қазір осы көлікті біз шығарайық, былай қарай деген, достар. Так достар, қараңдар, Chevrolet Camaro тауып алдым. Базар жоқ. Енді мынау деген шамал енді ұрылған екен, достар. Ничего, бір мүмкін моторынан ба бір жерінен ошибка шығып, мүмкін деген сол жерін бұзыла беріп, бұл көлікті сатып жіберген болуы да мүмкін ғой, достар. Осы деген осыяқа тастап жіберуі де мүмкін. Кеттік. Ал тағы да біздің бірінші көлігіміз осы болды. Тағы да көліктерді іздеп көрейік. Если что нормальный көлік тауып жатсақ, алып кететін боламыз, достар. Как біздерде пока что деген осы Camaro ғана бар болып тұр, достар. Мәссаған, сап-сары чоза көлік, достар. Дауны гүл бағану онша емес бір көлік сияқты, достар. Мынау деген бар емес па? Қазір былай қарай өтіп көре салайық та, достар. Ойбай, дауны гүл бағану, мынаның деген Титанкісіне қараңдаршы, достар, Lamborghini деп тұр. Мәссаған, достар, Lamborghini тауып алдық па не? Біз сонда свалкадан деген базар жоқ, достар. Давайте отыра аламыз ба біз бұл Lamboға? Мәссаған, мынандай бір онша емес машинаға емес Lamborghiniге отыруымыз керек, достар, біздер деген. Так, олай болса бидик мына көлікке отырайық та, жолды ашып алайық шамалы деген біздер. Так, мынаның көлікті мына жаққа тастай салатын боламыз, достар. Так, енді қазір мына Lamborghiniді қараңдаршы, достар, қандай состояниеға түсіп кеткен мына Lamborghini деген. Мәссаған, мына көлікке отырып жатқан не тентек болып қалған ба? Мына көлікті де былай қарай қойып қойсақ, енді қазір барып біздің өзіміздің Lamborghini'мізге отыратын боламыз, достар. Мәссаған, мынаған қалай отырамыз енді деген. Үйтіп дегенде де отырдым, әйтеуір деген бар ғой. Мәссаған, мына көлік деген жүріп тұр, бірақ деген мынандай не то бір жерге тұрып қалғанымызда, мәссаған деген, достар, қараңдар. Ё-моё, қыстырылып қалғанбыз кәдімгідей деген. Мына жерден шыға алмай жатырмын, достар, қараңдаршы. Мәссаған, бір түрлі не то жерге тұрып қалған, мына Lamborghini бар ғой, мәссаған деген. Түтеп кетті ғой, алды деген, достар, деген. Ойбай, давай, все, болды, наконец-то шықтық, достар, қараңдар. Мәссаған, біздер уже екі дерскі көлік тауып алдық. Біріншісі Lamborghini, одан кейін деген мынандай Camaro тауып алдық, достар, қараңдар. Ё-моё, мен өзім күткен жоқ мынандай свалкадан мен Lamborghini көлігін тауып аламын деп бар ғой, қараңдаршы. Мәссаған, енді мына бампер керек, достар, қараңдар, примерно бар емес па? Бампер керек, есік керек, содан кейін мынау артыңғы, ойбай, қазір деген артыңғы бампері бар ма? Артыңғы бампері бар, содан кейін, достар, шамалы краскілер жібереміз, әдемілеп тұрып.
мына Camaro не болған білмеймін достар. Орысша айтқан кезде осы екі көлікті қазір біз енді алып кететін боламыз деген достар. Қалай сендерге ұнап жатыр ма видео деген лайк басып міндетті түрде арнаға тіркеліп қойыңдар. Мына жақта деген Lamborghini мен Camaro тауып алдық. Енді қазір осы екеуін алып кететін боламыз. Мына Audi'ді алып кететін боламыз. В общем, мынау Audi'ді дерзкий Audi негізі осы жерден тауып алған менде деген. Егер достар сендер осындай видеоны күтетін болсаңдар, осындай свалкадан осындай көліктер тауып алғанды қалайтын болсаңдар, смело комментарийға жазамыз, лайк арнаға тіркелеміз достар. Кеттік. Олай болса біз қазір фура шақырамыз да осы 3 көлікті артып алып кететін боламыз. Все болды, короче деген біз өзіміздің 2 көлігімізді алып келіп қойдық. Осындай детельникке, короче достар, қараңдар. Ё-мо, келем дегенше мына Camaro быт болып кетті достар. Короче, фура дейтін жігіттер жолда ДТП болып қалған ба? Ошым деген мынау, короче, Camaroның бытын шығарып жіберген достар. Енді бізге тағы да жөндеу керек. Мына Lamborghini деген бәрі орында достар. Короче, Lamborghini ешнәрсе болмаған. Мына Camaro енді уақытша достар бізде жата тұрсын. Біз бірінші мына Lamborghini'ді достар самый лучший қылып шығаруымыз керек достар. Қазір енді біз деген қазір мына жақта кассаправ жігіттерге қарай кіретін боламыз. Қазір сендермен бірге деген достар, давайте осылайынан опа, давайте кіреміз осылайынан достар. Қараңдар, біздің Lamborghini'мізді қазір сендермен бірге тюнинг жасайтын боламыз. Давайте достар ремонт жасаймыз. $635 кетті достар ремонтқа бар ғой. Достар теңгемен есептейтін болсақ 342 мың теңге кеткен екен осыны жөндеуге. Пайда негізі өте арзан достар. Так, броня достар. Ал мінекей достар, біз өзіміздің Lamborghini'мізді дәріске қылып жөндеп алдық. Қазір енді мына Camaro-ны жөндейтін боламыз енді достар. Қазір деген кетті, олай болса S-тоға қарай кіргізейік та осыны да бір дәріске қылып жөндеп алайық. Все достар, короче, болды. Қараңдар, мына жақта екі сап-сары, короче, Lamborghini мен Camaro тұр, Chevrolet. Енді мынаны да сарыға бояп қойдым. Ана Bumblebee деген бар, бір нәрсе бар еді, сол сияқты болып тұрсын деп енді. В общем, осындай ерекше болды. Короче, достар, мына дискілерін енді сарыға бояп қойдым. Мына жерде де тура сондай достар. В общем, сап-сары дерзкий болды достар. Сендерге қайсы ұнап тұр, Lamborghini ма әлде Camaro ма? Давайте комментарийға жазамыз. Арнаға тіркелер, келесі видеода кездескенше сау бол, короче.